Саламатсыздар ма, құрметті Қазақмед клиникасының көрермендері. Пайдалы айдаршамыз бүгін де өзінің жалғасын табуда. Бүгінгі тақырыбымыз жөтелді қарапайым емдеу жолдары. Сіздермен бірге мен Қасен Айдана. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Күз аяғы мен қыс мезгілінің басында балалар суықтап жөтеліп қалатыны бар. Осындайда сыртқы инфекциядан алыстату қиын. Сәбиіңіздің ағзасын дәрілермен уламай халық емін пайдаланған әлде қайда тиімді. Сондықтан да аналарға көмек ретінде бірнеше емдеу тәсілдерін айтатын боламын. Бірінші емдеу тәсілі: картоп, пияз және алманы бір талдан алып 1 литр суға салып баяу отта қайнатасыз. Картоптың қабығын аршымайсыз, ал пияздың қабығын аршу керек. Сөйтіп осы қайнатпаны 2 есеге азайғанша оттан алмай қайната бересіз. Дайын болған сұйықтықты балапаныңызға 1 шай қасықтан күніне 3-4 рет берсеңіз жөтелден де жазылады. Екінші емдеу тәсілі: жаңадан сығылған 40 қабат шырынына бірдей көлемде шекер қосып жақсылап араластырасыз. Бұл сусын қақырық түсіруге таптырмас дәрі болады. Қанттың орнына бал қоссаңыз дәрінің әсер етуі күшейе түседі. Үшінші емдеу тәсілі: 1 ас қасық қарағай бүршігін 1 стакан суға салып қайнатып тұндырып қоясыз. Шамамен 30 минуттан кейін дайын болған дәріні 1-2 ас қасықтан күніне 3-4 рет қабылдау керек. Төртінші емдеу тәсілі: зәйтүн майы мен балды бірдей көлемде араластырып, балаларға 1 шай қасықтан күніне 4-5 рет беру керек. Тек балдың тазасын таңдай алсаңыз болғаны. Бесінші емдеу тәсілі: 1 дана пиязды алып, қабығын аршисты 4-ке бөлесіз. Сосын оны банкаға салып, үстінен 1 шай қасық бал салып қақпағын жабасыз. Осылайша пиязға таңға дейін тиіспейсіз. Сонда таңертең дәмді шәрбат дайын тұрады. Мұны қатты жөтел қысқанда кішкентайыңызға 1 шай қасықтан әр сағат сайын беріп отыруға болады. Осымен пайдалы кеңесіміз аяқталды. Сіздердің игіліктеріңізге жараса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі тақырып қандай болмақ, ол сіздің пікіріңізге байланысты. Көріскенше сау болыңыздар.